Сәлем оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география 10-шы сынып бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл дүниежүзілік шаруашылықты заманауи тұрғыда орналастыру және дүниежүзі елдерінің шаруашылық құрылымын бағалау. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз ғылымға негізделген фактор, экологиялық фактор, дүниежүзі елдерінің шаруашылық құрылымы, аграрлы елдер, аграрлы шикізатты елдер, индустриялық елдер және постиндустриалдық елдер. Кеттік. Бірінші, ғылымға негізделу факторы. Осы көптеген шаруашылықтар ғылымға негізделіп, яғни жаңа салалар, осы хай-тек саласы, IT саласы барлығы негізгі ғылым орталықтары болып саналатын ірі қалаларда немесе мамандандырылған ғылым қалаларына орналастырылады. Сосын ГТР дамуының жаңа кезеңінде, яғни ғылыми техникалық революция дамуының жаңа кезеңінде басқару ісіне жаңа талаптар қойылуда. Осы сұранысқа кибернетика ғылымы сәйкес келеді. Кибернетика терминін ғылымға 1830 жылы француз физигі Ампер енгізген. Ол кибернетика азаматтарды түрлі игіліктермен қамтамасыз ететін мемлекетті басқару туралы ғылым ретінде анықтама берді. Яғни кибернетика дегеніміз осы мемлекетті қалай экономикалық тұрғыдан басқару керектігін, яғни эффективні қалай басқару керек, соны үйрететін ғылым саласы. Кибернетиканың негізгі қағидаларын 1948 жылы америкалық ғалым Норберт Виннер тұжырымдады. Оны кибернетиканың негізін салушы деп есептейді. Виннер басқару жүйелері мен ақыл-ой еңбегін автоматтандыру жүйелерін жасаудың жалпы принциптерін негіздейді. Бұл ғылым өндіріс пен ғылымның интеграциясына, яғни бір-бірімен араласуына, технологиялық үдерістердің күрделенуіне, ақпараттың көп ағындарының пайда болуынан қалыптасты. Яғни осы ақпараттар көп болғандықтан оларды өңдеп, оларды түсіну үшін автоматтандыру жүйесі өте қажет болды. Сондықтан осындай принциптер пайда болды. Экологиялық фактор өнеркәсіпті аз қалдықты немесе қалдықсыз технологиялар мен тазарту құрылғыларын енгізу арқылы ластануды азайту. Яғни экологиялық фактор осы табиғатты көп ластап жатқан өндіріс орындарына жаңа құрылғыларды енгізу арқылы осы табиғи ластануды азайтуды көздейді. Дүниежүзілік шаруашылық құрылымы бізде елдер бойынша төртке бөлінеді. Бірінші бізде аграрлық елдер, сосын аграрлы шикізатты елдер, үшінші индустриялық елдер және постиндустриялық елдер. Аграрлы елдер дегеніміз бұл ауыл шаруашылығының үлесі басым елдер. Сосын аграрлы шикізатты елдер дегеніміз бұл ауыл шаруашылығы мен өндіруші өнеркәсіп басым елдер. Ал индустриялық елдер бұл өңдеуші өнеркәсіп пен құрылыс басым елдер. Ал постиндустриялық елдер жалпы ішкі өнімнің басым бөлігін қызмет саласы арқылы табатын елдер. Осылай төртке бөлінеді бізде. Аграрлы елдер нашар дамыған елдер қатарына жатады. Бұл елдерде халықтың 73% ауылды жерде тұрады. Ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 25% ғана болады. Осыған байланысты аграрлы елдерде халықтың басым бөлігі ауыл шаруашылығымен айналысады. Дамушы және дамыған елдердегі осы көрсеткіштер тиісінше 60% және 7%-ды құрайды. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы ішкі өнім құрылымындағы үлесі дамушы елдерде 20% болса, ал дамыған елдерде 3%-ды құрайды. Соған қарамастан, дамушы елдерде ауыл шаруашылығының өнімділігі төмен. Неге? Себебі 20% болса да бұларда ауыл шаруашылығының үлесі, бұлар жерді үнемді әрі тиімді пайдалана алмайды. Неге? Себебі бұларда жаңа заманауи құрылғылар жеткіліксіз, жерді толығымен тиімді пайдаланатындай. Аграрлы елдердің нағыз үлгісі ретінде біз
Сомали мен Сомали шығыс Африкада орналасқан мемлекет, солтүстік шығыс Африкадағы, және Сьерра Леонені жатқызуға болады. Сьерра Леоне бұл батыс Африкадағы мемлекет, аймақта орналасқан, Атлант мұхитының жағасында. Осы елдерді айтуға болады. Мұнда осы елдерде ауыл шаруашылығы жалпы ішкі өнімнің 60%-дан астамын құрайды. Аграрлы шикізат елдер, бұларға біз Африканың Сахарадан оңтүстікке қарай орналасқан көптеген елдерінде жатқызуға болады. Және де осы елдерде негізгі валюта түсімін 92%-ға дейін шикізат экспорты береді. Яғни бұлар толығымен шикізатты экспорттаумен айналысатын елдер. Аграрлы шикізат елдер қатарына біз Папуа Жаңа Гвинея, Алжир, Гвинея, Қырғызстан және Кот д'Ивуарды жатқызуға болады. Индустриялық елдер. Индустриялы елдер бұл жаңа индустриялық елдің екі негізгі даму үлгісі бар. Бұл бірінші азиялық үлгі. Азиялық үлгі бұл ұлттық экономиканы басым түрде сыртқы нарыққа бағыттау негізінде дамумен ерекшеленеді. Сосын Латын Америкалық үлгі бұл ұлттық экономиканы импорт алмастырушы бағытта дамытумен сипатталады. Яғни Латын Америкалық үлгі бойынша сырттан келетін тауарлардың үлесін азайтып, көбінесе өзінің өнімін сыртқа шығаруды көздейді. Және де өздерін қамтамасыз етуді көздейді. Азиялық үлгідегі дамып келе жатқан елдердің арасында бізде Малайзия мен Таиланд айрықша көзге түседі. Бұл осы екі ел әлемдік жалпы ішкі өнімнің көлемдегі үлесі 1%-ды құрайды. Мына Таиланд пен Малайзия. Соған қарамастан, Таиландта ауыл шаруашылығының үлесі 8,2%, ал қызмет көрсету саласының үлесі 55,6%-ды құрайды. Яғни қызмет көрсету саласына бізде туризм, осы ресторандар, банк саласы, және қонақ үй саласы осылардың барлығы жатады. Яғни Таиланд бұл туризмнен почти 55,6%-ға дейінгі пайда табады. Постиндустриялық елдер. Постиндустриялық елдер жаңа экономика деп аталады кейде. Себебі бұл елдерде білім беру, ақпараттық коммуникациялық нарықтар, инновациялар өндірісі, жоғарғы технологиялар саласы, инфобизнес салалары басым дамыған. Яғни бұлар дамудың барлық кезеңінен өтіп, ең жоғарғы кезеңінде тұрған елдер. Бұндай елдерге біз осы батыс Еуропа елдері, солтүстік Америка елдері, Австралия және мұхиттық аралдарды жатқызсақ болады. Постиндустриялық елдерде ауыл шаруашылығының үлесі жалпы ішкі өнімде 2-5%-дан аспайды. Ал қызмет көрсету саласы 70%-дан асады. Яғни қызмет көрсету саласы арқылы бұл елдер өте көп пайда табады. Қызмет көрсету саласына жаңа айтқандай медицина, сосын туризм, банк саласы, және де тағы да басқа интернет жүйесі, осылардың барлығы жатады. Міне осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.